الله والله 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 الله والله والله الله والله 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 والله
Biz адамзат адам ата мен Хауа анадан пайда болғанбыз. Адам ата мен Хауа анадан. Аллах субханаху ва тағала ең бірінші адам ата мен Хауа ананы жаратқан кезде жәннатқа жаратқан. Жаңа жолда айтып келе жатырмын ғой, жәннатқа жаратқан. Жәннатқа жаратады да айтады, мына жердегі нығметтердің қалағандарынан жей беріңдер дейді. Қалағандарынан жей беріңдер. Тек қана мына ағашқа жоламаңдар дейді. Мына ағашқа жоласаңдар, онда зұлымдық қылғаннан боласыңдар дейді. Сол кезде кім келеді де? Кім еді? Шайтан келеді де айтады. Білесіңдер ма дейді. Қала ма маракума мин хадихи шарат илля ан такуна малакайни ау такуна минал халидин дейді. Яғни сендерді білесіңдер ме дейді. Мына ағаштан неге жемеңдер деді. Мына миллион ағаштың бәрінен жеуге болады да неге мына ағаш жеуге болмайды деп айтты дейді шайтан келіп. Неге деп сұраса, өйткені сендер бұның жемісінен жейтін болсаңдар, сендер періштеге айналып кетесіңдер, немесе мәңгі өмір сүресіңдер, өлмейсіңдер дейді. Содан адам ата жейді, Хауа ана жейді. Христиандар айтады, бірінші әйелі жеді, сосын барып күйеуіне жегі жеді дейді. Ондай емес. Біз әйелдерге жауатын халық емеспіз мұсылмандар. Адам ата жейді, Хауа ана жейді. Шешім қабылдаған еркек. Бәрі жауапкершілік сол еркектің мойнында. Сөйтеді де жейді ғой. Жеген кезде Аллах субхана тағала киімдерін шешіп алады. Бәрі тыр жалаңаш болып қалады екеуі. Сөйтіп жаңағы жапырақтармен жауынып, біреуін мына Жидда қаласына түсіреді, біреу адам атаны Индияға түсіреді.
Bası var ғой, таудың басы. Сол таудың басына келіп жасырылғанда Абу Бакр радиаллаху анху мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Осы таудың ішінде үңгір бар. Қазір мына құрылыс жүріп жатқандықтан шығуға болмайды. Құдай қаласа келесі келген кездеріңізде иншалла шығарып үңгірдің диаметрін көрсетіп, қандай болған, айтылған сөздердің бәрі қалай болған иншалла үстінде сөйлесеміз Құдай қаласа. Allah
Қажылар осы Зүлхиджа айында сүңгер әрбір сауап амалдар жасап жатыр. Бұл жер Меккедегі бір жасаған амалдар 100 мыңға еселенетін әрбір сауаптардан жасап қалды машалла. Allah